тастадық. Қазіргі бүкіл адамзат баласы назар аударып отырған ең ірі оқиға Орыс-Украин соғысы. Орыстың бейбіт жатқан бейуаз Украин халқына жасаған шапқыншылық, басқыншылық соғысында өте маңызды өзгерістер болып жатыр. Оның біреусі Қырымға украиндар ең бірінші шабуыл жасады. Қырымды орыстар 14 жылы жаулап алған. 14 жылы Қырымды орыс жаулап алып, Мәскеу мен Петерборда бәленбай түмен орыстың шовинизммен ауырған, рашизммен ауырған, сасық көкірек, менмен шапқыншы, басқыншы, қанқұмар жұрты, тобыры Қырым наш деп дәу жазуды көтеріп, плакат қып жасап, алдарына іліп, бүкіл Ресейдің Мәскеу, Петерборынан тартып, алқашынан басқа ештеңесі жоқ Сахалиніне дейін Қырым наш деп ереуілдеген болады. Сонда мен осы қауымның ішіне есі дұрыс, мынау бір гуманитарлық деңгейде ойлайтын, адамды құқық дейтінді ойлайтын, бейбітшілікті ойлайтын, мына заманда ел ғылым қуып, білім қуып, Марсқа ұшып, айдан жаңалық бірдеңе табам ба деп, аспанда ұшып жүрген метеориттерге жапон роботтар ұшырып, сол метеориттердегі бағалы, пайдалы кендерді жер бетіне тасып, жұрттың бәрі есі шығып, бірін екі қылам деп жатқанда, арамшөп басып ен жатқан соншама ұлан-ғайыр территориясына тоймай, Қырымды жаулап алған орыстың мына зұлымдығын айыптайтын бір орыс шыға ма екен деп ойлап едім. Өкініштісі, мен сол кезде, тіпті қазірдің өзінде есі дұрыс бір орыс шығып, бізге территория жетпеуші ме еді, осыншама жеріміз бос жатыр, мынауымыз не тірлік деп айтқанын естіген жоқпын, жазғанын көрген жоқпын. Орыс, Жапон сияқты, Сингапур сияқты, Тайвань сияқты, немесе анау құрттай Англия сияқты, немесе Еуропадағы құрттай елдер сияқты территориясы жетіспей, халқы бұқ-бұқ болып сиыспай, егін егейін десе жер жоқ, өндіріс ашайын десе жер жоқ, қиналып жатқан халық емес. Оның жерінің 80%-ында адам жасамайды. Анау қиыр шығыста Жапонмен шектескен Сахалинде бір елді мекен болса, екінші бір елді мекенге жету үшін Европаның саяхатшыларының Ресейді көлікпен кезу дейтін бір жобасы болды. Сонда бәленбай турист видеоға түсірді. Ана қиыр шығыста орыстың ауылдары, қыстақтары жатады. Жер сұрын, жол сұрайын деп. Мына жерден мына жерге қалай барады дейін десе, әлгі қыстаққа кірсе, шал да мас жатыр, бала да мас жатыр, кемпір де мас, келіншек те мас, бой жеткенде мас, боз бала да мас. Енді есі дұрыс-ау деп бір мектеп баласынан сұрайын десе, ол да мас. Тура бір мерекеге тура барған, бәрі мас. Ана ауылда жол нұсқап жөн көрсететін бір адам жоқ. Міне орыстың шындығы. Ресейдің 80% жерінде сумен ағызатын әжетхана жоқ, кәріз жоқ, канализация жоқ. 90% жерінде интернет жоқ. Интернет тек ірі қалаларында ғана бар. Және анау қиыр-қиыр қалаларында, жан саны 1 миллионның ар жақ бер жағындағы қалаларында болмаса, елді мекендерінде, ауылдарында, аудандарында интернет атымен болмайды. Ұялы байланыс бәрін жаппаған. Әлі де совет кезіндегі 8 городской анау телефоныменен соғып отырады. Ол интернет, осы замандық өмір, канализация, монша, пар монша, ол сол ана еуропалық бөлігінің ғана еншісі. Енді сол Ресейге бейне жер жетпей жатқандай болып, Қырымды алып құтырып еді, асып еді, тасып еді, көкірегі сасып еді. Енді сол пөтен сол кезде ұлттың геройы болып,
жұрт соны мақтап, айналасына топталып, Путинда Путин деп кетіп еді. Енді сол Қырымға украиндар 10 адамнан тұратын теңіз құрлық армиясын аттанысқа жіберді. 10 адам. Енді қызығы, 10 адам не бітірді дейсіңдер? Қырымға құрлыққа шықты. Бұл эксперимент. Бұның екі мәні бар. Біріншісі эксперимент, тәжірибе, сынақ. Екіншісі, 10 адамы кіріп, Қырымның ең шеткі қорғаныс шебіндегі орыстың 30 әскерін жойған. 30 әскерін, кәдімгі шекара күзетінде тұрған 30 әскерін өлтірген, оққа байлаған. Сөйтіп, Қырымның аралының ең шетіндегі Ресейдің әскери казармасына шабуыл жасап, әлгі жердегі 30 орыстың көзін жойып, Украинаның туын сол жердің ең биік ғимаратына тігіп, артынан шегініп кеткен. Бұл біріншісі сынақ. Екіншісі, бұл Украинаның кез келген уақытта батыстық, спутниктік, тағы басқа барлау қызметінің көмегіне сүйене отырып, кез келген уақытта бейне 2-ші дүниежүзілік соғыста Нормандийден батыс армиясы Еуропаға құрлыққа шыққанындай, кез келген уақытта Қырымнан құрлыққа шыға алатын, осы замандық теңіз құрлық шайқасын жасай алатын мүмкіндігі бар екендігін көрсетіп отыр. Міне, үшінші мәні. Ол орыстың ішкі жағында кәдімгі резонанс, тербеліс тудыру. Ішкі жағында орыстың рухани жан дүниесінде шовинизммен, әсіре орыс ұлтшылдығымен ауырған, ем қонбас шовинистік, сасық көкіректік, тәкаппарлық, шапқыншылық, басқыншылық ауруымен ауырған орыс тобырларының ішкі жағында кәдімгі толқын тудыру. Яғни Путиннің құдай еместігін, орыстың әлемдегі ең қуатты ел еместігін, орыс армиясының кез келген уақытта жеңілетіндігін дәлелдеу, көрсету. 10 Украинаның теңіз құрлық армиясы келді, 30-ын өлтірді, біреу жараланбай, біреу өлмей кері шегініп шықты. Бұл деген әбден жаттыққан батыстық соғыс тәсілі, және ол көкте спутник пен жерде барлау қызметімен тығыз ұштаса отырып, ана откасына мәз болып, өзінің осырығына өзі мас болып отырған орыстардың езуін тіліп, жанын жаһаннамға жіберіп тастап қайтып шықты. 14 жылы айырылып қалған Қырымға украиндердің осындай шабуылы бейне Мәскеудің қақ ортасындағы үлкен сауда орталықтарына дрондық шабуыл жасағаны сияқты. Мәскеу облысындағы Ресейдің әскери стратегиялық зерттеу орталығына дрондық шабуыл жасағаны сияқты. Кремльдің қақ төбесіне дрондық шабуыл жасағаны сияқты әңгіме. Және Қырымның көпірін, темір жолын қалдырып, тас жолын қайта-қайта атып, немесе аквадрон, су дрондары арқылы Қырымның көпіріне шабуыл жасаған сияқты психологиялық шабуыл. Енді орыстың әлеуметтік желісінде, Твиттерде қарап отырсақ, орыстар боғауыздарын боратып, баяғыдай Украинды қарғап сілеп, сендерді әне жойып тастаймыз, міне жойып тастаймыз, біз енді бір күшесек, енді бір осыдан күшеп орнымыздан бір тұратын болсақ, міне жетәкеңді танытамыз деген сасық сөздер азайып қапты. Маған солай көрінді ме, жоқ сіздерге де солай көріне ме? Сасық сөздері азайып, кәдімгідей орыстар енді, ал енді Путин, сенің іріп шіріген жүйеңнен халық зардап шегіп жатыр дейтін әңгімені айта бастаған. Менше орыстар орманнан түсіп адам болайын деп қапты. Енді мына төбесінен дрон айдап, Қырымның көпірі тасталқан болып, енді Қырымның өзіне шабуыл жасап 30 әскерін өлтіріп кеткенде, мына шовинист, террорист, сасық көкірек. Ой, мынау не болып қалды құдай.
Ой, bu keşirim ötünün Facebook'um öştüden kaldı. Jaraydı endi osu YouTube'ben ak söyleyivereyim. O Kuday. Boptan öşüp kaldı. Facebook'taki jurt YouTube'ga gelsin. Söйтүп, бұл орыстардың ес ақылдары дұрыстала бастапты. Бұл бірінші әңгіме. Енді екінші әңгіме. Орыстың жаңағы соғысып жатқан одан бұрынғы үш аймағы бар. Украин жерінен жаулап алып, пирамида формалы қалың бетондарды соншама ұлан-ғайыр жерге құйып, орыстың бекініп қорғанып жатқаны бар. Бұл бірінші бекінісі. Екінші бекінісі жаңағы пирамида сияқты бетон құймаларды кішкентай жаңағы негізі ұзындығы 1 метрлік пирамидаларды қалың бетонмен құйған, әдейі құйып тастап. Неге? Аншама жерден техника жүре алмайды. Ананың бәрін қопару, ананың бәрін көтеру қиынға тұрады. Құйып тастаған. Екіншісі, бұлар қалың минаны көмген. Бұлар енді кассеталық бомба, жаңағы шашпа бомбаларды қатты қолды. Енді Украин қазір Америкадан рұқсат алған сол кассеталық бомбаларды, қазақша айтқанда шашпа бомбаларды қолданып, жаңа қалың орыс көміп кеткен миналарды атып жатыр. Ол миналар жердің астына көмілгендер, жаңа шашпа бомбалармен атқанда атылып, тазартылып, сол тазартылған жерден танктерін, автотехникаларын жүргізтіп, украиндар алға жылжып келеді. Әр жолы бір елді мекенді алады, ол елді мекенінде жаңа Украин туын тігіп, жариялап сөйтіп мәз болып жатады. Ал біз оның бәрін бірден анау болды, мынау болды деп жарияламайық. Қояйық, бұл жерде енді бір нәрсе, қазір орыстың әскерилері біртіндеп беріле бастап отыр. Ал қашып, орыс жаққа қарай қашқан әскерилерді олар сол кассеталық бомбамен, жаңағы шашпа бомбамен тас-талқаны шығарып, жандарын жаһаннамға жіберіп жатыр. Ал соңғы кезде борап тұрған оққа қарамай, екі қолын көтерген беті беріліп жатқан орыстардың видеосы Twitter'да көп тарап жатыр. Кәдімгі мына жақтан Украинның әскері атып жатыр. Сөйтсе, ана окоптан атып шығып, екі қолын көтерген беті оқ борап тұрған Украин жаққа қарай беріліп жатыр. Сонда анау украиндердің әскерилеріне таңырқап тұрмын. Олар анау қолын көтергеннен атпайды екен. Неге? Қолында қару жоқ. Атпайды екен, олар келіп бірден жаңағы Украин жаққа келіп жерге жатағап беріліп жатыр. Соңғы кезде мына Facebook'те, Twitter'де Украин тарапқа берілген сақа бауырларымыздың, якут бауырларымыздың видеолары тарады. Аттарын кім десе кілең орысша қойып алған аттарының бәрі. Бірақ түрі қазақтан аумайды. Қазақ қандай, тура сақалар сондай. Енді кейбірінің көзі бір қазақтікіне де қысықтау болғанымен тіпті бұлай қарасаң, әй қазақтан бір айырмасын көрмейсің. Сөйтіп, әлгілер беріліп жатыр. Өткенде ғана бір жағымды жаңалық шыққан, ішкі жағында қырқыс болып орыстың берілем дегендері мен берілмейм дегендері бір-біріменен жаңағы қырылыс қапты екен. Сол туралы да бір ақпарат шыққан болатын. Мана Facebook'та қазір 1 минут. Бұл орыс туралы айтатын жағымды жаңалықтарымыз. Бірақ қазақтарға бір нәрсені баса мән беріп айтқым келеді. Қазақ жерінде шовинизммен ауырып жүрген орыстарды орнына қойыңыздар. Арақ ішіп есіріп жүрсе, ызбандап жіберіңіздер. Жетәкесін танытатын кезде танытып жіберіңіздер. Осы жуырда Бішкекке қашып барған орыстар құтырып, арақ ішіп бір шарапханада есіріп, Ресейдің әнұранын орындап, жаңағы украиндерді қарғап сілеп, боғауызданып, Россия алға, Россия великий деп айғайлап деген қырғыздың бір топ жігіттері келіп, әлгі шарапханадағы бүкіл орыстың тас-талқаны шығарып кетіпті. Міне қырғыздар. Мен қырғыздарды құрметтеймін, жақсы көрем. Біздің қазақтар да сол қырғыздардан үйрену керек. Орыстардың қазақ жеріне келімсек, орыстардың әуселесін таныту керек. Ұратын жерде ұрып кету керек, соғатын жерде соғып кету керек.
рашизммен, фашизммен, путинизмменен, жаңа шапқыншылықпен, импершілдікпен ауыратын болса, жеті әкесін таныту керек. Қазақ жерінде олар қай жағымнан кеп қалады екен деп алаңдап үреймен тұру керек. Ол біздің елдің азаматы емес, кетіру керек ол. Қазақстан саған қоныс болмайды. Ертең бізде ұлтшылдар билікке келеді, Серікжан Біләш деген ұлтшылдар келеді. Және соның айналасында, соның тәрбиесінде өсіп келе жатқан жас қауымға 77 әкелеріңді танытады деп құлақтарына құя беріңдер. Мен өзім көршімді 2 жыл үгіттеп, орыс көршімнің баласын Ресейге жіберіп тастадым. Үгіттеп, сен өмір сүре алмайсың, сенің жағдайың қиын болады, әй қайтеді, сен қайыр тілеп қаласың ау, деп отырып әлгінді Ресейге кетіріп тастадым. Кет Ресейіңе деп. Солай орыстарды қазақ жерінде жіберу керек. Сосын мына сеперлік аурумен, сепаратизммен ауырып, қазақ жерінен есек дәмелі болып жүрген Петропавл Павлодардың орыстарын айту керек. Ертең күндерің мына Донецк, Луганск, Қырымның орыстары сияқты болады. Күндерің Донецк, Луганск, Қырым. Сол Қырымның сепаратизммен ауырған орыстары қазір не болды? Үйіне болды. Әге сасық кеуделері не болды? Путин жарылқады ма? Оң жағынан орыс, сол жағынан Қырымның зымыраны тиіп тасталқан шығып жатқан жоқ па? Ана Донецкіде, Луганскіде, Бахмутта қырылып жатқандар кімдер? Оң солынан, қатарынан зымыран. Орыстар қырылып жатыр. Солар сол жерде көп болатын. Донецкіге барып, Бахмутқа барып, Луганскіде тұрған, мына Қырымныңда дейін орыс болмаған. Ол орыстар қашан бар? Кеше Советтің кезінде, Хрущевтің кезінде әдей сол жердің жергілікті халқын азайтып, келімсектерді қаптатқан болады. Солар енді өзінің ана ата-бабасының жер еместігін білген сайын құтырып, есіріп, есер соқтанып еді. Міне Құдай төбелеріңнен, мә сендер тыныш өмір сүруді білмесеңдер, мә аңсағандарың қырғын болса, аңсағандарың бүлік болса, мә саған деп төбесінен соғыс әкеп қойды. Міне, сол осы тақырыпты орыстарға айтыңдар. Ей, қазақ жерінде сініп кебініп жүрген орыстар, аңсағандарың соғыс болатын болса, төбелеріңнен қаймарыс ұрады деңдер. Американың қаймарыс дегенін естігенде орыстың желі шығады екен. Міне, алдыңғы шепте сол қаймарыс сықырып бастағандақ, орыстар жаңа кірерге тесік таппай қалады екен. Міне қаймарыспен ұрып жатыр. Танкісі де, автотехникасы да, бронотехник бәрі тас-талқан шығарып жатыр. Оның бәрі Американың 80 жылғы ескі техникалары. Бұл енді орыс туралы айтатыным. Енді Қытай туралы айтайын. Мына Ши Цзиньпин деген Қытайдың әсіре шовинист, әсіре ұлтшыл басшысы Оңтүстік Африкадағы БРИКС бизнес форумға барып қайтты. БРИКС елдері дегенді білесіздер, жан саны көп және даму үстіндегі елдер. Бразилия, Ресей, Индия, Қытай және Оңтүстік Африка. Сосын бұл сұмырай ол жерде жай жүрмей, енді осы БРИКС елдерін, яғни даму үстіндегі елдердің бұл жиналысын кеңітіп, бұл форумды кеңітіп, енді G7, яғни үлкен жетілікке немесе НАТОға қарсы әскери ұйым қылғысы кеп отыр. Сөйтіп, БРИКС елдерінің санын көбейту керек. Біздің құрамымызға қосыламыз дегендерді, қатарымызға қосыламыз дегендерді қосу керекпіз деп айды аспаннан бірақ шығарды. БРИКС кеңсе не болады? БРИКС кеңсе ары қарай НАТОға қарсы мынау кедей кепшік әлі жыртығын жамап үлгермеген елдердің қатары көбейіп, өздерінше алдымен экономикалық форум болып, ары қарай саяси және әскери форумға қарай кеткісі келетін сияқты. Бірақ оған Индия келіскен жоқ. Индия өткенде білесіздер, анау Моди шал Нью-Йоркқа, Америкаға келіп қайтқанын білесіздер. Индия қазір батыстың қызығын көруде. Және Қытайға санкция салып жатқан батыстың тәтті кәмпитін малтап отыр. Неге? Батыс Қытайға санкция салған сайын Қытайдан қашқан зауыттар қазір Индияға баруда. Неге? Индия арзан еңбек күш.
олардың ауылдарында әлі сол жабайы деңгейде өмір сүріп жатқан, айына $100 айлық берсең мәз болып жүре беретін индиялық өте көп. Кедей ел. Енді бұл Индия қазір өндірісті дамытып жатыр. Жуырда ғана олар Қытайдан ұялы телефон сатып алуды басы бүтін тиді. Былтырлар, алдыңғы жылдары олар бір жұмсақ деталдарды, программаларға тиым салған. WeChat'ті тиым салды, одан мынау TikTok дегенге тиым салған. Бұның бары Қытайдың барлау қызметі тұр деп дабыл қаққан болатын. Енді сол Индияға, көрдіңіз ба? Сол Индияға енді Қытайдың өзі тек жылына сатқанда миллиардтаған қаржыға ұялы телефон сатады екен. Индияның халқы 1,5 миллиард, білесіздер. Енді сол 1,5 миллиард Индияның халқы өздері телефон өндірмей Қытайдан алады екен. Себебі америкалық, еуропалық, корейлік телефондар оларға қымбат тұрады. Қытай су тегін сатады. Функциясы Samsung мен iPhone мен бірдей, бірақ бағасы су тегін арзан. Енді Индия алды да Қытайдың бүкіл ұялы телефонына тиым салып тастады. Сонымен Қытай тек Индиядан тек телефон үшін келетін табыстан $триллиондаған табыстан қағылып отыр. Соңғы кезде олар Қытайдың компанияларын қатаң тексеруге ала бастады. Яғни Америка мен Еуропа Қытайға қысым сала бастағанда, оның тәтті жемісін Индия көріп жатыр. Ол Қытайдың батыспен ұстаса бергенін қалайды. Себебі Қытаймен батыс ұстаса, ортасында Индияға табыс түсіп отыр. Сондықтан ол ары қарай Қытайдың күшеюін қаламайды. Бұл жерде БРИКС елдері дейтін елдердің бұл ұғымының өзі негізінде бұл бір батыстық бір зерттелменнің аяқ астынан бір жариялаған мақаласынан шығып қалды. БРИКС деген сөздің өзін ол ең алғаш Бразилия, Ресей, Индия, Қытай, Оңтүстік Африка сияқты жан саны көп, бірақ даму үстіндегі еңбек күші арзан елдер болашақта осындай жаңағы еңбек күштің ортақ базарын, өндірістің ортақ базарын құру мүмкін деген бір идеяны қойды да, кейін бұны жаңа қай жерден қайтып жинашсақ екен, мына қазақтарда бір ойынпаз еркектер, әйелдер болады ғой, қайтып жаңағы мысығының туған күнін тойлап кетеді, жаңағы мысалы күлдіргі, баяғыдағы Уәлибектің күлдіргісінде айтатын Буштың қарындасының туған күніне алып қойдық деп мас болып келеді ғой бір Уәлибектің күлдіргісінде. Тура сол сияқты бұлар жаңа қайтып жиналыс өткізсек екен, қайтып бір өзімізді халықаралық медиадан алғашқы жаңағы жаңалығы болып тұрады екенбіз деп тұрған біреулерге сылтау болса керек. Сөйтіп аяқ астынан саяси құрылымы бөлек, экономикасы бөлек болғанына қарамастан, шекарасы шектесіп тұрмағандарына қарамастан, Латын Америкадағы үлкен территориялы жан саны көп Бразилия, анау коммунистік Қытаймен, сосын диктатуралы Ресеймен, сосын демократиялы, бірақ жаңағы жан саны көп еңбек күші арзан Индиямен, сөйтіп айдалада жатқан дүниеден оқшау жатқан Оңтүстік Африкаменен одақ бола қалды. Бірақ бұл одақ қазірше жаңағы бір сұмдық бір халықараға ықпал көрсетіп тұрған жоқ. Бірімен бірі бір қандай да бір керемет келісімге кеп тұрған жоқ. Ши Цзиньпин енді осыны қандай да бір әскери саяси мақсатына пайдалана қойғысы келді, бірақ оған келісіп отырған жоқ. Енді бұл Ши Цзиньпин Оңтүстік Африкадан ұшқан беті Пекинге бармай, бұл сұмырай Шыңжаңның орталығы, біздше айтқанда Шығыс Түркістанның орталығы Үрімшіге барыпты. Енді бүгінгі әңгіменің екінші маңызды түйіні Ши Цзиньпин Үрімшіде не деді? Ши Цзиньпин Үрімшіде оңайлықпен қолға келмейтін бейбітшілік пен тыныштықты онан арман қастерлеп, сепаратизмге, терроризмге және діни экстремизмге қарсы тұру күресін онан арман күшейту, қатайту туралы бұйрық берді. Бұл бірінші бұйрық. Яғни алдағы уақытта Шыңжаңда
енді қазақ пен ұйғырдың онда жасап жатқан қырғыздың, өзбектің, татардың, тәжіктің жағдайы қиындай түседі. Білесіздер, Шыңжаңда Іле Қазақ автономиялы облысы дейтін жер бар. Ол жерде Іле Алтай Тарбағатай деген атам қазақтың ежелгі ата қонысы бар. 1881 жылғы Петербор келісімі бойынша, одан басқа Орыс-Қытай Пекин келісімі, Орыс-Қытай Іле келісімі, Орыс-Қытай Тарбағатай келісімі, кейде Орыс-Қытай Шәуешек келісімі деген келісімдер бойынша қазіргі Іле өзенінің басы мен Ертіс өзенінің басы сол Қытайда қалған. Абылай бабамыздың ах ұрып, судың басын алмасаң, су менікі демегін деп қайғыдан көз жұматын да содан. Сөйтіп қазақ жерін суландырып тұрған, Балқашыңа су беріп тұрған, Қапшағайыңды көлге айналдырып тұрған Іленің басы Қытайда. Анау тұтас шығыс Қазақстанды суландырып тұрған, жап-жасыл нұрлы орманды қылып тұрған Ертістің басы Қытайда қалды. Кешегі Баһадүр батыр бабаларымыз осы Қытайға қолды болған қазақ жерінің азаттығы үшін күресті. Ол батырларымыздың атын атасақ, Зұқа батыр, Оспан батыр, Елісқан батыр, Сұлубай батыр, Әкбар батыр, Сейіт батыр деп, бұл санды біз 10 мыңға дейін жеткізе аламыз. Батырларымыз әрине жалғыз өзі күрескен жоқ. Артынан дүйім жұртты көтеріп, Шүршітпен де, Жоңғармен де, буржуаз Қытай өкіметімен де, коммунист Қытай өкіметімен де соғысты. Сол соғыстардың міне бүгінгі жалғасы осы ақпараттық соғыс. Енді Ши Цзиньпин сол ата қонысында жасап отырған қазаққа және оңтүстікте өздерінің ежелгі елді мекендері Қашқар, Қотан, Ақсу, Тұрпан, Күшарда жасап отырған ұйғырға және ежелгі қырғыз жерінің бір пұшпағы, бір шеті болған Қызылсу қырғыз автономиялы облысында, Ұлықшатта, Ақшиде және Артышта жасап жатқан қырғызға кезінде Қызыл орыс басып кіргенде кәпір болмаймыз деп Қытай жеріне паналап барып аман қалған аз өзбекке және баяғыда сол орыстардан қашып Қытай паналаған татарларға енді шүйлік келіп тұр. Қытай жерінде тәжіктің де жері бар. Ташқорған тәжік автономиялы ауданы дейтін жер бар. Енді осы жердегі бейшара осы халықтарға соққы онан арман күшеймек. Ол жерде 2 миллионда 3 миллион қазақ, ұйғыр, қырғыз, өзбек, татар, тәжікті қынадай қырып концлагерге қамап жатқанын бүкіл дүние жүзі айтып, сол үшін Қытайға санкция салып қойған. Біз де осы бағытта күрескен едік. Енді Ши Цзиньпин аяқ астынан күресті үдету деп отыр. Ол деген сөз, Ши Цзиньпин батыстың санкциясынан қорқып бір кезде саясатты сәл жұмсартқан болатын. Енді қазір батыс санкцияны тіпті күшейтті. Қытайға баратын қаржылық тиым, Қытайға инвестиция салатын барлық жеке тұлғаларға, компанияларға Байден шал тиым салды. Бұл Байденнің Қытайға салған соңғы тиымы. Оның алдында бүкіл чипті тиіп тастады. Корей, Жапон, Тайван, Нидерланд енді Қытайға чип сатпайтын болды. Сөйтіп бүкіл дүние жүзінен Қытай чип ала алмайтын болды. Сөйтіп чибінен бір құрып, инвесторнен 2 айырылып, заводтардан 3 айырылып, экспорты ол құрымға кетіп, ал жылжымайтын мүлік саласындағы Бейгүйян, яғни Country Garden компаниясы ол банкроттың алдында тұр. Ал енді Қытайдың нөмір 1 жылжымайтын мүлік корпорациясы Evergrande ол Нью-Йоркта банкроттық қорғауға өтініш тапсырды. Қаржы саласы, мынау жарна саласы, сток маркет, қор биржасы ол тасталқан. Енді Қытай өстіп барған сайын батыстан айырылғаннан кейін, енді сол батыстың ашық түрде сол салып жатқан санкцияларына ақыр сенімен жау болдық, істегенімізді істей берейік дегенге келген сияқты. Мен бұл сөзді неге айтып отырмын? Бір азғантай жылымық саясат жүріп еді. Азғантай. Қытай сол Қытайда қазақтарды ұстауын тоқтатып, 6-да 7 жыл бойы Қазақстандағы бала шағасын көре алмай қалған шал кемпірлерді
Қазақстанға жіберіп, Қазақстанда әйел қалған, Қытайда күйеуі қалған, бірін-бірі 6 жыл, 7 жыл бойы тек анда-санда телефонда сөйлесіп қана жүргендердің бір-бірін көруіне рұқсат беріп, не әке-шешесі Қазақстанға көшіп, өзі неше түрлі кедергіден паспорт жасата алмай Қытайда қалып қойған бала-шаға Қазақстандағы ата-анасымен көрісіп, сөйтіп майрағай-тайрағай болып жатқан еді. Енді осы жылымық саясат көзден бұл-бұл ұшатын көрінеді.